Сәлеметсіздер ме? Мен Авентайру, Жаңақала ауданының Мұхтар Менманов атындағы жалпы орта білім беретін мектебінің 8-ші сынып оқушысы. Менің отарыма, менің бастамам шығармашылық жобалар байқауының Қазақстанның жаңа есімі номинациясы бойынша өнегелі өмір, мағыналы ғұмыр тақырыбындағы жобамды ұсынамын. Жобамның мақсаты Қазақстанның дамуына, еліміздің еңсесін көтеріп егемендік алуына елеулі үлес қосқан, өзі басқарған Еділбай қойының отаны Бірлік ауылының көркеюіне, халықтың әлеуметтік жағдайын жақсартуға қызмет еткен, жүрегі елім жерім деп соққан тұлғалардың бірі. Бірнеше жыл ауылымыздың әкімі болған Борашев Жанғали Ғұмарұлының өнегелі өмірі мен мағыналы ғұмырын кейінгі ұрпаққа үлгі ету. Жобаның міндеттері Борашев Жанғали атамыздың өмір жолы мен атқарған қызметтерін таныстыра отырып, ізгілікті істерін насихаттау, адами қасиеттерін жоғары қоя отырып, халқына жақын болған әкім болғанына көз жеткізу. Ел басқару ісімен қоса шығармашылық тұлға болған ұлықтау, жеткен жетістігін паш ете отырып, Қазақстанның жаңа есіміне лайық екенін дәлелдеу. Күтілетін нәтиже оқушы адамдардың еңбегін бағалай білуге, оларға құрмет көрсетуге үйренеді. Жақсының аты ғалымның хаты өлмейтініне көз жеткізеді. Адам қаншалықты қарапайым болса, соншалықты қадірлі болатынын ұғынады. Бүгінгі жобамды автордың өзінің өмір жолы, естелік жазбаларынан тұратын, яғни мемуарлық кітабы көңіл көкжиегінен бастасам. Жобаның өзектілігі өсіп келе жатқан жас ұрпаққа қанша уақыт өтсе де тарихқа, өткен өмірге үңіліп, еткен еңбегімен, төккен термен елге танымал болған тұлғалардың қоғамға сіңірген еңбегін көрсету. Олардың өздері өмірден өтсе де есімдері өшпейтіндігін ұғындыру. Борашев Жанғали Ғұмарұлы 1948 жылы 9 наурызда Жаңақала ауданы Айдархан ауылында дүниеге келген. Орта мектепті аяқтап Саратов қаласынан ғалым зоотехника мамандығын алып шығады. Алғашқы еңбек жолын қарапайым жұмысшыдан бастап әртүрлі жауапты қызметтерді атқарып, ауыл әкіміне дейін көтеріледі. 20 жылға жуық Бірлік ауылының әкімі болған кезде ауылға көгілдір отынмен қамтамасыз ету, таза су құрылғысын орнату, халықтың әлеуметтік жағдайын жақсарту жөнінде көптеген жұмыстар атқарады. Ауылдың кірме жолын жөндеу мәселесін көтерді. Бұл мәселе осы кезге дейін шешімін таппай биыл ғана басталмақшы. Жанғали атамыз бұл кітапта есте қалған аталарының айтқан әңгімелерін, үш жұртын, ұрпақтарын, әсіресе ата-анасы, шежіресі туралы көп деректер келтірген. Жанғали атамыздың 5 баласының ішінде қызы Салтанат әкесін өмірлік кумирім деп үлгі тұтады. Салтанат Жанғали қызының ұсынысы мен қолдауымен айтарым бар жобасы аясындағы кеш. Сол кеште көңіл көкжиегі кітабының тұсаукесері болды. Өмірден өткеннен кейін өзі тұрған үйге ескерткіш тақта орнатылып, ауыл тұрғындарына кітаптың өңделіп толықтырылған нұсқасы таратылды. Жанғали атамызды нағыз шығармашылықтың адамы дерсіз, шабыты келгенде кей уақытта өлең де жазады. Қойын дәптерге жазған сырлары мен жырлардың бәрі де көңіл көкжиегінде енгізілген. Жас кезінде ауыл көркемөнерпаздар үйірмесінің белсенді мүшесі, спорт нұсқаушысы бола жүріп, бағын сынамақ болып ақындар айтысына да қатысып, аудан ақыны атағын алған. Еге татқан шағында ауылдағы дүниеге келген сәбилердің азан шақырып есімін қойып, тілегін жаудырып, өзі шығарған ақ батасын береді. Жанғали ағамызбен жұмыстас болған ауыл ақсақалы Қуаныш атамызбен болған сұхбатты тыңдасақ. Ата, сіз Борашев Жанғали атамыз жайлы не білесіз? Борашев Жанғали Ғұмарұлын 1974 жылы Саратов ауыл шаруашылық институтының зоотехникалық факультетін бітіріп келгеннен бері білемін. Ол сол жылдары Жаңақала аудандық комсомол комитетінде нұсқаушы, кейіннен Жаңақала аудандық совет атқару комитетінің жоспарлау бөлімінде қызмет жасады. Содан кейін Бірлік асыл тұқымды мал заводына бас зоотехник болып келгеннен кейін бірге жұмыстас болды. Өмірінің соңына дейін ауданның ауылдың өміріне белсене араласқан Жанғали Ғұмарұлы Қазақстан Республикасы президентінің алғыс хатымен, құрмет грамотасымен, алтын барыс төсбелгісімен, Жаңақала ауданының құрметті азамат төсбелгісімен марапатталады. Бұл жоба бойынша мынандай ұсыныстар айтқым келеді. Ауылдағы өзі тұрған үйдің көшесіне Жанғали атамыздың есімі берілсе, мұражайдан арнайы бұрышы сақталса, өзі армандап кеткен жол мәселесі оң жағынан шешілсін. Жобамды қорытындылайтын болсам, өнегелі өмірі бар, мағыналы ғұмыры бар, өзінің дара жолы бар Жанғали атамыздың есімін өшірмей, ұлықтаудан жалықпай.